Бәріне сәлем. Бүгін біз жұмыртқа мен жусайдан орама жасаймыз. Алдымен жылы суға тұзды ертіп аламыз. Онға жұмыртқа мен су қосып, қамыр илейміз. Бес-он минуттан кейін тағы басып қоямыз. Жусайды жуып, сақтап турап аламыз. Үстіне тұз салып араластырамыз. Бөлек ыдысқа жұмыртқаларды жарып, араластырып қоямыз. Қызып тұрған майға жусайды салып қуырамыз. Үстіне жұмыртқа салып бірге қуырамыз. Қамырды жұқалап жайып аламыз. Орағанға ыңғайлы болу үшін сопақша қылып жаямыз. Бетіне сұйық майды жағып шығамыз. Жоғарғы шетін жақпай қалдырып қоям. Салмамызды біркелкі салып, орап аламыз. Мантываркаға салып, қайнап тұрған суға 40 минут қайнатамыз. Орамамыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Бетіне сары май жағып қойдым. Дәл осы ораманы суықтайда жесеңіздер дәмді болады. Міндетті түрде жасап, дәмін көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеоны жібермей көру үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.